Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 1-ші сыныптың 69-шы сабағы. Балалар, бүгін әрі қарай есептер шығару тақырыбын жалғастыратын боламыз. Бірінші тапсырма. Есеп құрастырып, оны шығар. Былай баста. Тұрақта 10 велосипед тұрды. Балалар сүйрендеу үшін велосипедті алып кетті. Тұрақта қанша велосипед қалды деп ары қарай жалғастырсақ болады. Төменде оның екі суреті берілген және қысқаша жазылуы да беріліпті. Ендеше осыны ары қарай жазайық. Болды 10 велосипед. Алып кетті 4 велосипед. Қалды қанша велосипед? Шешуі 10 азайту 4 тең 6 велосипед. Жауабы 6 велосипед. Осы есептің балалар сұлбасында сызып қойдық. Тұрақта барлығы 10 велосипед тұрды. Оның 4-еуін алып кетті. Тұрақта қанша велосипед қалды деп осылай сұлбасын салып қойсақ болады. Және осындай да сұлбасын салып қойсақ болады. Балалар, келесі екінші тапсырма өзіндік жұмыс, есептерді шығар. Бұл жерде балалар бізде А және Ә нұсқалар берілген, соның біз А нұсқасынан бастаймыз. Балалар дене шынықтыру сабағының мұғалімімен бірге велосипедпен саяхатқа шықты. Олардың 5-еуі қыз және 4-еуі ұл. Барлығы неше бала саяхатқа шықты дейді. Ендеше осы есептің біз қысқаша жазылуын жазамыз. Велосипедпен саяхатқа шыққан қыз баланың саны 5-еу, ұл баланың саны 4-еу. Барлық қанша бала барады деп бізден сұрап тұр, Демек, оның шешуі 5 қосу 4 тең 9. Жауабы 9 бала. Мінеки балалар, осы есептің сұлбасы да жазылып көрсетілген. Яғни саяхатқа 5 қыз шықты және 4 ұл шықты. Барлық қанша бала шықты деп бізден сұрап тұр. Балалар, келесі Ә нұсқасы. Саяхатқа 9 бала шықты. Белгіленген орынға бірінші болып 6 бала жетті. Жолда әлі неше бала бар дейді. Ендеше балалар, осы есептің қысқаша жазылуын көрсетеміз. Ә нұсқасы мінеки балалар. Шықты 9 бала, жетті 6 бала. Жолда қанша бала қалды дейді. Шешуі 9 азайту 6 тең 3 бала. Жауабы 3 бала. Бұл жерде балалар осы есептің сұлбасын көрсеттік. Яғни барлық шыққан бала саны 9 бала, ал соның жеткен баланың саны 6-ау, әлі жолда қанша бала қалды деп осылай сұлбасын сызып көрсетсек болады. Балалар, келесі үшінші тапсырма есепте. Досыңнан тексеруін сұра дейді. Балалар, бұл жерде бізде қосынды және айырма берілген екен. Ендеше осыларды есептеп шығарамыз. 60 пен 30-ның қосындысы 90-ға тең болады. 60 пен 20-ның қосындысы 80-ге тең болады. 40-тан 20-ны азайтқан кезде 20 қалады. 70-ке 20-ны қосқанда 90 болады. 80 мен 10-ның қосындысы 90-ға тең болады. 40 пен 20-ның қосындысы 60-ға тең болады. Келесі 60-тан 40-ты азайтқан кезде 20 қалады. 70-тен 20-ны азайтқан кезде 50 қалады. 50-ге 30-ды қоссақ 80 болады. 100-ден 10-ды азайтқан кезде 90 болады. 100-ден 40-ты азайтқан кезде 60 қалады. 100-ден 100-ді азайтқан кезде 0 болады балалар. Келесі балалар, 4-ші тапсырма. Сен зерттеушісің. Сиқырлы сандарды тап. Балалар, төменде бізде велосипедтердің суреті берілген, Яғни бұл жерде 3 түрлі велосипед бар екен. Яғни осы әр түрлі велосипедтердің біздер өздеріне тиісті сандары бар екен. Ендеше біз соларды тауып көреміз. Балалар, бірінші қатарға қарайтын болсақ, бізде 3 бірдей велосипед берілген. Яғни оның саны 90-ға тең дейді. Демек, бұл жерде бізде ол 30-ға тең деген сөз. Ендеше бұл есеп былай болады. 30 қосу 30 қосу 30 тең 90. Келесі екінші қатардағы велосипедтегі назар аударып қараңдар. Бұл жерде бізде бірінші қатардағыдай велосипед, яғни бұл 30-ға тең. Енді 30-ға қандай санды қоссақ бізге 50 деген санды береді. Өте дұрыс айтасыңдар балалар, бұл велосипед бізде 20-ға тең деген сөз. 30 қосу 20 тең 50. Яғни бұл жерде біз балалар былай жазсақ болады. 30 қосу 20 тең 50 деп. Келесі үшінші қатардағы велосипедтерге қараймыз. Бұл жерде бізде алғашқы екінші қатардағыдай велосипед берілген, ол бізде 20-ға тең болды. Мына екі велосипед бізде 20-ға тең. 20 қосу 20 тең 40 болады, ал бізге 80 керек. 40-қа қандай санды қоссақ бізде 80 шығады. Өте дұрыс айтасыңдар балалар, бұл велосипед бізде 40-қа тең деген сөз. Сонда 20 қосу 40 тең 60, 60-қа 20-ны қоссақ 80-ге тең болады. Сонда мына жерде балалар, мына велосипед бізде 20-ға тең болды. Мына велосипед бізде 30-ға тең болды. Ал соңғы велосипед бізде 40-қа тең болды деген сөз. Оны балалар біз былай жазсақ болады. 20 қосу 40 қосу 20 тең 80 деп. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар. Келесі 70-ші сабақта кездескенше.